Абайдың бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді 26 жасқа келгенде қажыдық, жалықтық қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу, жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын десе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу, жоқ, баға алмаймын. Жастар өздеріне керегінше бақсын. Енді қалған өмірімді ұры залымкестердің қолында өткізбек жайым жоқ. Балаларды бағу, жоқ, баға алмаймын. Бағудың мәнісін де білмеймін. Қай елге қосайын, қай харекетке қосайын деп бағамын. Ғылым бағу, жоқ, баға алмаймын. Ғылымды үйретер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұрайсың. Ақыры ойладым, осы айтқандарының бәрін бір ақ қағазға жазып, көк сиямен ақпарақты зияға өз пайдама келтірейін. Әр адам өздеріне керегенше сөздерді жазып жаттап алсын, я оқысын. Керек емес болса, өз сөзім өзімдікі детінде ақыры осыған байландым. Енді мұнан басқа жұмысым жоқ. Абай Құнанбайұлы. Күз. Сұр бұлт суы қаптайды аспан, күз бұлттың құл тұман жерді басқан. Білмеймін қойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп шешек жоқ бұрынғыдай, жастар көлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсті кетіп, жапырағынан айырылған ағашқырай. Біреу малма сапсиды салып иен, салбыраңқы тартыпты жыртық киім, енесіне иектіп шуда жібін, жас қатында жыртылған жамай дейін.